Міне ойын-сауық ордасына айналғалы тұр. Ішін бәрін тас-талқанға бұзып тастаған, бұл жерден қонақ үй саламыз дейді. Бүкіл қанды қырғынның ортасы, оған келіп тұратын адамдар қалай тұрады? Қалай дәттері бар осындай жерге қонақ үй салады? Қаншама қазақтың бетбұстар азаматтарының бәрі бір күн емес, айлап азапталып бар атылған жер. Бұл жерге солардың мұң зары сіңіп, өксіктері сіңіп, қандары тамған жер. Одан артық қандай тарихи орын болу керек? Саяси қуғын-сүргіннің кесірінен Алаш қайраткерлері қасірет тартқан орында мұражай ашылған болатын, алайда онысы көпке ұзамапты. Қаланың қақ ортасында орналасқан ғимаратқа қызығушылық артып, ақыры жекеменшікке өтіп тынған. Банк болды, сұлулық орталығы болды, тіпті қоқыс жинайтын компанияға сатылған. Ал осы ғимаратта сонау 86-дағы желтоқсан оқиғасына қатысушылар да тергелген. Бүкіл жаңағы желтоқсандықтардың суреті, кітаптары, портреттері бәрі қаһармандардың бәрі коридорда шығашылып мусор болып жатты. Мен өзім суретімді өзім басқа да танитын жігіттердің суреттерін неден коридорда мен жинап теріп алдым сол жерде. Бұл әруақты жер. Сіз ана моланы сүріп тастап үстіне үйде салмайды ғой ол ресторан түгіл. Бұл қаншама адамның қаны бұл жерде, көз жасы бар, бұл жерден ғимараттан шықты ғой, өліктер шықты ғой былайша айтқанда. Таласқа түскен ғимараттың қанды тарихы барын білдіріп тұрған міне мына ескерткіш. Саяси қуғын-сүргін тарихи музей деген жазуы да бар. Тікен түрменің, ал қираған міне қазақтың шаңырағы сол жылдардағы қасіреттің белгісі. Бірақ өкінішке орай бұл ескерткіштің де, оның қасындағы ғимараттың да мән мағынасын түсінетін кәсіпкер болмай тұр. Справки никакой нет, что оно представляет собой историческую ценность. Это просто административное здание. Мы его купили на законных основаниях, здание наше. Бұлар жаңағы тарихи құндылық, сенің ана репрессияңды, сенің неңді бұлар түсініп тұрған жоқ. Бұлар бизнесмендер. Бұлар қандай? Бұл мола болса да, үстіне ресторан салып, ақша жасау. Ғимараттың құндылығы жоқ деген кәсіпкерлермен тарихшылар да келіспей отыр. Басқа Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев сынды арыстардың қаны төгілген жерге қонақ үй ашуға болмайды дейді олар. Үстінде бір 15 минутта тағдырын шешеді, адамның төменге түсіреді, татып тастайды. Осының астында подвалында тир деп атайтын өздері. Тир деген жер бар, аузынға дейін бар, аузын жауып қойған ғой тек. Татады, содан кейін қапқа салады, бәрін салып, қаланың сыртындағы жаңалық қапарып тастай берген. Бұл соның қазақтың қасіретті тарихына, қасірет белестеріне тікелей қатысты ғимарат. Сондықтан да бұл тарихи ғимарат. Қоғам белсенділері қонақ үй ашқызып қойып қарап отырмақ емес, мекемені мемлекетке қайтарып, қайта мұражай ашуды талап етуде. Тарих үшін күрестің немен аяқталары белгісіз, әйтсе де нысанды қып-қызыл ақшаға сатып алдым деген кәсіпкер ішін бұзып, оны қонақ үйге айналдыруға кірісіп те кеткен. Аруна Ортай, Алмас Абдешев, КТК, Алматы.